Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі әліппе сабағына қош келдіңіздер. Сіздермен бүгінгі әліппе сабағын қызықты өткізу үшін, бүгінгі сабағымызға жақсы көңіл күй сыйлау үшін барлығымыз орнымыздан тұрайық. Сіздермен күнделікті айтатын бастайық. Өткен бөлімді есіңізге түсіру мақсатында мен сіздермен қолшатыр әдісі арқылы есіңізге түсіргіміз келеді. Мына қолшатырымызда біздің тапсырмалар берілген. Сол қолшатырды кім алады? Осы тапсырманы сіздер орындайсыздар. Яғни сұрақтарға жауап бересіздер. Кім шыққысы келеді? Қане қолшатырдың тапсырмасы. Ал балалар, кім шығады? Ал Алихан келе қойыңыз. Енді, әріптер мен дыбыстардың айырмашылығы. Әріптерді біз көреміз, жазамыз. Дұрыс айтасыз. Ал дыбыстарды? Айтам, өте жақсы, отыра қойыңыз. Ал келесі балалар кім тұрады? Ал келе қойыңыз. Дауысты да, дауыссыз да бола алатын дыбыс. Қандай дыбыс? Дауысты да бола алады, дауыссыз да бола алады. Дыбысы у әріпі, дұрыс айтасыз. Өте жақсы тыңдап отыра қойыңыз. Ал келесі кім келеді дейді? Медет келе қойыңыз. Медет келе қойыңыз. Ал Медет қайсысын аласыз? Сен екі тапсырма қалды. Дыбыстар қалай бөлінеді? Дыбыстар бізде қалай бөлінеді? Өте жақсы отыра қойыңыз. Келесі ал қосам келе қойыңыз. Ал сізге тапсырма. Жақсы. Мен сізге оқып көрсем. Н дыбысынан басталатын сөзді айт, буынға бөл. Нан алға қарап, енді буынға бөле қой. Өте жақсы, дұрыс айтасыздар балалар. Тамаша, біз сіздермен өткен тақырыптарды, өткен әріптерді қайталадық. Біз бүгін сіздермен жаңа әріппен және дыбыспен танысамыз. Оны білгілеріңіз келсе, менің жұмбағымды тыңдаңыздар. Өзі айлакер, өзі қу, жүрген жері айқай шу. Қандай жанр екен бұл? Өзі қу, айлакер, қандай жанр? Түлкі, дұрыс айтасыздар балалар. Түлкі бізде өте айлакер, және не? Өте қу, яғни қараңыздар, түлкі. Түлкі деген сөз қандай әріптен болады? Қандай дыбыстан басталады? Қандай дыбыстан басталады? Қандай айтып көрейікші? Қандай дыбыстан? Дыбыстан басталады. Дұрыс айтасыздар. Демек, балалар, біз сіздермен бүгін Т дыбысымен және әріпмен танысамыз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты дыбыстың таңбасы әріпті тану, дыбыс пен әріптерді бір-бірінен ажырату және де оқу түрлерін қолдану. Енді балалар, осы Т дыбысын тағы бір барлығымыз хормен әдемі айтып көрейікші, қане дауысымызды шығарып. Бізде дауысты дыбыс па, әлде дауыссыз дыбыс па? Не себептен дауыссыз дыбыс деп ойлайсыздар? Өйткені Т дыбысын айтқанда мына ауыз қуысында дыбыс бізден қалай шығады? Кедергі
dыбыс, иә? Дауыссыз дыбысты біз қандай түске қоямыз? Дұрыс айтасыздар. Демек балалар, қараңыздаршы. Т дыбысы бізде дауыссыз дыбыс. Т дыбысының балалар баспа түрі және жазбаша түрі болады. Сіздер Т дыбысынан келетін сөздерді білесіздер ме? Қане сөздерді білеміз? Тау өте жақсы. Түлкі. Ат жақсы. Тақия өте жақсы. Тас, түлкі. Ал енді балалар, мына сіздермен мына суреттерге назарыңызды аударайық. Мына бізде қандай сурет? Не? Тышқан дегенде Т дыбысы. Сөздің қай жерде кездесіп тұр? Сөздің басында. Тышқан деген сөзді буынға білейікші? Өте жақсы, неше буын? Келесі бізде? Тиен. Тиен деген сөзде Т дыбысы сөздің қай жерде кездесіп тұр? Басында. Қане буынға білейік? Қарындаштарымызды алайық. Т әрпінің баспа түрін жасап көрейік. Қане барлығын жасайық. Өте жақсы Кәусар жасап қойыпты. Жарайсыздар балалар. Нұрай, қане бізде қойыңыздар. Яғни сіздер өте жақсы балалар жарайсыздар. Жарайсыз. Яғни сіздер Т әрпінің басқа түрін енді танысыздар. Жақсы, қане жинастырып қояйық. Енді мен сіздермен Т дыбысының жазбаша түрмен таныстырғым келеді балалар. Т дыбысының жазба түрі 3 элемент. 4 элементтен тұрады кешімізде. Яғни 3 тақтайша мен 1 қалбақшадан тұрады. Жазу жолының жоғарғы бөлігінің дәл ортасына қолымызды қоямыз. Оны төмен қарай көлбеу сызық жүргізіп, сызықтың соңына келгенде доғал тәріздес ілмек жасаймыз. Бірінші элементтің оң жағынан екінші элементті жазамыз. Яғни нүктені қойып, көлбеу сызық жасаймыз. Сызықтың соңына дейін балалар үшінші элементті жасау үшін екінші элементтің оң жағынан көлбеу сызық сызып, сызықтың соңына дейін апарып, соңына дейін жазып, ілмек, доғал тәріздес ілмек жасаймыз. Одан кейін қалпақшасын жасау үшін бірінші элемент арасынан доғал тәріздес ілмек жасап, созамыз. Яғни бұл бізде Т әрпінің басы. Енді келесі кішкентай әрпін жасау үшін жазу жолының бірінші сызығынан көлбеу тақтайша сызамыз. Жазу жолының соңына дейін. Одан кейін доғал тәріздес ілмекті жасамыз болады. Жазу түрі осылай жазбаша түрі бізде осылай. Қазір балалар, енді біз сіздермен
бұл Т әрпінің жазбаша түрін қолымызға қаламымызды алып жазып көрейік. Жолының жоғарғы бөлігіне нүкте қоямыз. Сол нүктеден төмен қарай көлбеу сызық жүргіземіз де жазу жолының сызығына дейін алып келіп, доғал тәріздес ілмек жасаймыз. Енді оң жағынан көлбеу сызықшаны жүргіземіз. Екінші элементтің оң жағынан тағы да жоғарғы жақ бөлігінен нүкте қоямыз да, төмен қарай көлбеу сызық жүргізіп, жазу жолының сызығына жеткенде оңға қарай доғал ілмек жасаймыз. Енді балалар, төртінші элементі, бірінші элементтің қасынан доғал ілмек жүргізіп, тақтайша жүргіземіз түбінен. Ал жарайсыздар, енді кішкене балалар, енді Т әрпінің кіші әрпін жазайық. Көлбеу тақтайша жүргіземіз. Оң жақ бөлігінен сәл жоғарыда ілмек жүргіземіз. Екінші элементтен тағы доғал тәріздес ілмек жүргіземіз де оңға қарай ілмекті аяқтаймыз. Жақсы балалар, қолымызды жаттықтырып деп қойғанбыз. Қазір енді тақтайшаларымызға алып, Т әрпінің бас әрпін және кішкентай әрпін қане барлығымыз жазайық. Т әрпінің бас әрпін кіші әрпін. Бастаңыздар, бастай қойыңыздар. Ернияз аяқтады, Ернияз күте тұрыңыз. Сіз әзірге балалар аяқтағанша Т дыбысынан келетін сурет сала беріңіз. Болдыздар ма сізде Т дыбысынан келетін сурет сала қойыңыздар. Жарайсыздар. Өте жақсы. Ал балалар, аяқтап болса, онда қане барлығымыз көрсете қойыңызшы жазғандарыңызды. Өте жақсы. Жарайсыздар. Жарайсыздар. Ал қане балалар, жақсы. Жарайсыздар, түсіре қойыңыздар. Балалар, енді осы Т дыбысына байланысты қазір қатар болып жұмыс жасаймыз. Қане түсіре қойыңыздар, жарайсыздар. Барлықтарыңызды көрдім. Керемет жазыпсыздар. Ай, балалар, мынандай сіздерге тапсырма. Анма орныңызға отыра қойыңыз. Өте жақсы. Қазір мен сіздерге шақырт тапсырманы айтып келдім. Қазір қатар болып жұмыс істейміз. Бірінші қатар сіздер қазір мына суреттерден артық суретті анықтайсыздар. Яғни артық сурет дегеніміз ол Т дыбысынан басталмайтын суреттерді артығын табасыздар. Ал сіздер балалар, екінші қатардағы балалар, сіздердің алдарыңызда дыбыстың белгісін білдіретін дөңгелекшелер бар. Сол арқылы отан, арқа сөзіне дыбысты талдау жасайсыздар. Ал үшінші қатар біз сіздермен мәре, сөре деген ойынмен ойнаймыз. Онда сіздер сөреден бастап мәреге жету керексіздер. Яғни жолымыздағы сөздерді оқып, қане сәл дайындалып алайық. Так, жақсы. Қандай қатар дайын? Қане? Бексұлтан, бірінші қатар келе қойыңдар. Жақсы, келе ғой Бексұлтан. Артық сурет бізде. Қандай сурет? Ол бізде? Неге ол артық? Дұрыс айтасың. Т әрпінен басталмайды. Жақсы отыра қойыңыз. Өте жақсы. Келесі Зульфия келе қойыңыз. Зульфия журналында қойыңыз. Ал екінші топ отар. Атыра деген сөзге дыбыстық талдау жасай қойыңыздар. Мына дауысты және дауыссыз дыбыстар арқылы. Сіз бұл жерде бізде артық сөз. Қандай артық сөз?